Ал сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сіздерге сонау 15-ші ғасырдан келіп отырмын. Балалар, қалай ойлайсыңдар, менің кім екенімді сендер білесіңдер ме? Ал ендеше сендер мені тауып көріңдер. Мен сіздерге 5 секунд уақыт берейін. Ал балалар, міне өздеріңіз көріп отырсаңыздар, менде осындай шапаным бар. Ал ендеше балалар, сіздер таппаған болсаңыздар, немесе тапсаңыздар да, мен сіздерге бір жеңілдік жасап ән орындап берейін. Осы әнде менің кім екенім айтылады. Мен алдармын, сақалым болса талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдармын. Деп. Ал міне балалар, бұл менің өзіме арнап шығарған әнім. Бұл әрине мен кім екенмін? Мен Алдар Көсемін. Балалар, мен осында келе жатып бір сараң байға жолығып, сол сараң байдың мал мүліктерін алдап алып кетіп, осындай шапанды өзіме алдым. Ал қалған барлық заттарын кедейлерге таратып бердім. Ал балалар, өздерің көріп отырғандай, міне мен де осылай домбырада ойнай аламын. Мен сендерді домбырада ойнап үйреніп жүр екен деп, сонау бұрынғы ғасырдан келдім. Ал ендеше балалар, менің білуімше сендер жаттығулар мен еркемай ән үйреніпсіңдер. Бүгін біз тақырып бойынша Гизатовтың «Біз өмірдің гүліміз» әнін үйренеміз. Ал оған дейін біз өткен сабаққа кішкене шолу жасайық. Ең бірінші біз қағыстарды үйрендік. Қағыстарды қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал олай болса, енді келесі еркемай әні. Еркемай әнін сіздер үйреніп болдыңыздар, сондықтан асықпай бірге ойнап көреміз. Егер қателесіп жатсаңыздар, өткен видеоны тағы да қарап, қайталап аламыз. Міне еркемай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал ендеше, балалар, осы әнді қайталап болса, біз жаңа «Біз өмірдің гүліміз» атты әнге кезек берейік. Ал балалар, біріншіден әнді бастамас бұрын, мен сіздерге әнді ойнап берейін. Тыңдаймыз. Ал балалар, сіздерге жеңіл болсын деп, мен бұл «Біз өмірдің гүліміз» әнін 4 бөлімге бөлдім. Ал ендеше бірінші бөлімді бастайық. Балалар, қараймыз. Екінші нүктеге бас бармақты қоямыз. Ал төртінші саусақты үшінші нүктеге қоямыз. Міне қараймыз. Асықпай екі қағыс орындаймыз. 1, 2 дейміз де, бірінші саусақты бас бармақтан бір пернеге жоғары қоямыз. 3, 4. Енді екінші саусақты екінші нүктеге қоямыз. 1, 2. Енді бірінші нүктеге жалғыз бірінші саусақ. Бас бармақ ойнамайды. 3, 4. Міне, бұл бірінші бөлім. Енді бірінші бөлімді бірге қосып көрейік. Міне, үшінші нүктеде 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал ендеше екінші бөлімді ойнаймыз. Екінші бөлімді үйренеміз. Саусақтарымыздың барлығын ашамыз, ашық ойналады. 1, 2-ні бірінші нүктеге жабамыз. 2. Үшінші қағыс, бас бармақ екінші нүктеде. Бірінші саусақ, одан бір перне жоғары. 3. Келесі екінші саусақпен екінші нүктеге. 4. Және үшінші саусақты үшінші нүктеге. Төртінші саусақты үшінші нүктеге қоямыз. 1, 2, 3. Тағы да бір рет қайталайық екінші бөлімді. Үйреніп алсақ ашамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Міне бұл екі бөлім. Енді балалар үшінші бөлімді ойнаймыз. Үшінші бөлім оңай, ол бірінші бөлім сияқты қайталау. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді бас бармақпен ең бастап қалпымызға келемізді. Төртінші бөлімді үйренеміз. Міне, бір қағыстан 1, екінші қағыс, екінші нүктеде 2,
Үшінші қағыс бір перне жоғары 3, төртінші қағыс бірінші нүктеде 4, және бас бармақтың жалғыз өзін екінші нүктеге қойып 3 қағыс деп аяқтаймыз. 1, 2, 3. Мезода төртінші бөлім былай болады. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Енді балалар басынан бастап бірге ойнап көрейік. Өте асықпай, баяу. Міне, бірге. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,